Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода сіздерге мен осындай фантазийный плитка шоколад, трансферный техникамен жасаудың мастер-классын өткіземін. Видеоның соңына дейін көріп, мына лайк басып, сұрақтарыңызды комментарийға жазып кетіңіздер. Ал енді біз бастайық. Ол үшін бізге осындай плитка шоколадқа арналған кез келген форманы алсаңыздар болады. Менде осындай поликарбонатный 3 плиткаға арналған форма. Сосын кейін осындай алдын ала дайындап алған шоколадтарым, яғни гүлдер, жапырақтар және де осындай трансферный қағазға шығарып алған суретім. Осының барлығын мен қазір примерно қалай қоятынымды, орналастыратынымды осылай өзіме қазір шоколад құйғаннан кейін ыңғайлы болу үшін жасап аламын. Яғни қай жерге қандай жазуды қоямын, суретті қалай қоямын, гүлдерді қалай орналастырамын деген сияқты. Осылай алдын ала өзіме пример ретінде осылай қойып аламын. Форма міндетті түрде таза және де спиртпен сүртілген болу керек. Сосын мен осындай наполнение қосам. Кез келген шоколадқа сол кезде дәмі ерекше тәтті болады. Мына жерге мен миндаль қосып жатырмын. Алдын ала жуылып қуырылған. Солай сақтап бөлшектеп салып жатырмын. Өйткені үлкен болса тоже әдемі болмайды, бетіне шығып кетеді және де дәмі де тым көп болып кетеді орех. Сондықтан осылай бөліп салып аламын. Орехтарды салдым. Енді темперированный ақ шоколадты кондитерский мешокқа құйып алып, ұшын қатты үлкен емес, қатты кішкентай емес, яғни средний қылдырып құямын да, орташа қылдырып құйып аламын да, сосын осылай біркелкі етіп формаға құйып шығамын. Шамамен бір плитка шоколад менде осы формада 90 граммдай болады. Бірақ қазір үстінен тағы да жазулар, гүлдер қойған кезде ол уже дайын плитканың салмағы 110 грамм болып шықты менде. Осылай біркелкі етіп шоколадымызды құйып шығамыз. Құйылған шоколад формада біркелкі болу үшін осылай формамызды қозғалтып сілкілейміз. Сол кезде құйылған шоколад біркелкі болып әдемі болып шығады. Енді бетіне жаңа дайындап алған жазуларымызды, гүлдерімізді, жапырақтарымызды қойып шығамыз. Осындай трансферный суретімізде қоямыз. Бұл жерде яғни сіздер тек қана тәрбиешілерге емес, мұғалімге де, анаға да, 8 мартқа да, ұлыңызға, қызыңызға да арналған осындай фантазийный плитканы жасасаңыздар болады. Техника барлық плиткаға бірдей, тек жасалу жолын үйреніп алсаңыздар болды. Трансферный қағазға суретті қоюды қалай жасаймыз деген сұрақтарыңыз болса, мен жекеме жазыңыздар. Өзімнің авторлық брендированный шоколад деген мастер-классым бар. Соған доступ алсаңыздар болады. Небәрі 9990 теңге тұрады. Бұл жерде тек қана осындай суреттерді ғана емес, QR-код қойып та, плитка шоколадыңыздан сурет, видео, поздравление шығатын қылып жасауға болады. Яғни фантазияда шек жоқ. Соның барлығын өзімнің жаңағы авторлық мастер-классымда үйретемін. Мінекей плиткамыз уже дайын болып қалды. Барлық алдын ала дайындап алған шоколадтарымды қойып шықтым. Өте әдемі ерекше болып шықты. Енді осы плиткамызды холодильникке қатыруға жібереміз. Шамамен бір 30-40 минутта шоколадымыз әбден қатып, формадан оңай шығатын болады. Мінекей формамыз қатты. Міне жаңағы трансферный пленкамыз шоколад қатқаннан кейін бетінен осылай оңай көтеріліп алынады. Осы пинцеттің көмегімен алып тастаймыз. Енді дайын осы шоколадымызды әдемілеп упаковка жасаймыз. Мына жерге бірдеме жетіспей тұрған сияқты, мен осылай алдын ала бантиктар құйып алғам шоколадтан, соны қойғым келіп тұр. Бір деталь жетіспей тұрған сияқты болып тұрмаған. Жақсылап шоколадты, темперированный шоколад міндетті түрде қолданамыз. Сол шоколадқа бантигімізді орналастырамыз. Мінекей осындай әдемі мен именной, яғни воспитателю деген открытка прозрачный слюдаға орап, плитка шоколадымды салып қойдым. Өте әдемі, тәрбиешілерде өте үлкен эмоция шақыратын тәтті сыйлық. Яғни бұндай сыйлықты сіздер дүкендегі сөреден таппайсыздар. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Тәрбиешіге, ұстазға, анаңызға, әкеңізге осындай фантазийный плитка жасап қуансаңыз болады, немесе тапсырысқа жасап та табыс тапсаңыз болады. Видео егер ұнаса, пайдалы болса лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарийға жазып кетіңіздер. Каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта осындай ерекше шоколадтан сыйлықтар жасаудың техникасын, мастер-классын сіздерге түсіретін боламын.